Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай керемет мастикамен қапталынған Орео торттың рецебін көрсететін боламын. Және де осы торттың негізгі фишкаларымен бөлісетін боламын. Қандай құралдар қолдандым, мастикамен қалай жұмыс жасаймыз, сол туралы барлық тың ақпараттармен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын сүтімізге осындай қап-қара Ореоға арналған арнайы Ореоның какаосын салатын боламыз. Негізі осы торттың фишкасы осы какаосында. Өзі алкализі какао деп сатылады. Кондитерлік дүкендерде арнайы Ореоға арналған осындай түсі қара түсті болады. Не үшін какаоны салқын сүтке саламыз десеңіздер, өйткені какао салқын сүтте түйіршік болып қалмайды, тез еріп кетеді. Енді осыны газға қойып, қайнағанға дейін араластырып тұрамыз. Осылай қайнап бастағаннан кейін газымызды өшіріп, қалған қамырды дайындайтын боламыз. Електен өткізілген ұнға қопсытқышымызды саламыз, яғни разрыхлитель, және де жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап аппақ көбік болғанша араластыра береміз. Осылай миксерлеп алғаннан кейін, мынау какаолы қамырымызды, яғни бұл суығаннан кейін барып осы массамызға құямыз. Екеуін біріктіріп алғаннан кейін барып ұнды салып, тағы да жақсылап араластырып, енді біркелкі қамыр жасайтын боламыз, яғни бисквитіміз дайын. Рецептің описание бөліміне міндетті түрде қалдырып қоямын. Нәтижесінде қамыр осындай кремообразный болып шығу керек, осындай қоймалжың болған әдемі қамыр шығады. Және де бұл қамырды 18 диаметрлік екі формаға салып пісіріп жатырмын. Бұл қамырдың құрамында сұйық май болғандықтан, бірақ формаға салып пісіруге болмайды, себебі ортасы піспей қалады. Сол үшін екіге бөліп пісіру керек. Және міндетті түрде бетін осылай фольгамен жауып қоямыз. Кішкене 25 минутқа дейін фольгамен жабық тұру керек. Бұл бисквиттің піскен кезде беті жарылып кетпес үшін қолданылатын лайфхак, яғни трещина болмау керек. Ал егерде духовкаңыз кішкентай болып, бір ғана бисквит сияды десеңіз, онда біреуін пісіріп болғанша екінші бисквиттің бетін міндетті түрде жауып ұстаймыз. Себебі оның тұрған кезде беті сәл кеуіп қорғайды, сондықтан да піскен кезде бетінің барлығы жарылып, бисквитіміз сүйкімсіз болып шығады. Енді осы бисквитті 175 градуста 25 минут ұстаймыз, содан кейін барып бетіндегі фольгаларын алып тастап, ары қарай толық піскенін күтеміз, яғни тағы да бір 15 минуттай пісіру қажет. Ортасындағы кремді дайындау үшін ең алдымен салқын суымызға желатинді бұқтырып аламыз. Бұл желатин екі түрге бөлінеді. Жануардың желатины және де өсімдік желатины агар-агар деп аталынады. Мендегі желатин халал желатин, сиырдың желатины. Арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады, халал желатин деп сұрасаңыздар болады. Егерде дүкеннен дайын пачкадегі желатинді ала салатын болсаңыздар, оның барлығы да көп жағдайда шошқаның желатины болып шығады. Сондықтан да абай болыңыздар. Яғни міндетті түрде құрамына қарап барып алыңыздар. Мынау крем осындай қою сгущенка қосылған қайнатпалы крем, яғни орысша айтқанда заварной крем. Бірақ бұл кремді қайнатқан кезде қатты қоюланбайды. Жай ғана бір қайнатып аламыз. Енді желатинімізді қараңыз, дайын болды. Желатинді ешқашанда жылы суға дайындауға болмайды, міндетті түрде мұздай салқын су болу қажет. Тек қана оны осылай кремге қосатын кезде ғана қайтадан ысытып жіберіп, сол жылы күйінде кремге араластырамыз. Сол кезде біздің желатиніміз дұрыс дайындалған болады. Яғни кремдеріңізде қандай нәрсе жасасаңыздар да желатинді міндетті түрде осындай қатаң өзінің ережесін сақтау керек. Және қайнатпалы кремімізді 15-20 минутқа тоңазытқышқа қойып салқындатып аламыз, себебі мынау сливкимен бірге оны араластырған кезде сливкиді ірітіп жібермеу керек. Сливкиді араластырған кезде де бірінші жай жылдамдықтан бастап бірте-бірте қоса отырып, қатты жылдамдыққа дейін араластырамыз. Және де сливкиміз осылай кішкене қоюланғаннан кейін барып, қайнатпалы кремімізді қосып, ары қарай крем дайын болғанға дейін араластырамыз. Негізінде бұл крем қатты қою болмайды, жұмсақ әрі кішкене сұйықтау болып келеді. Бұл кремнің құрамында желатин болғандықтан торттың арасында кішкене де болса да қатқан кезде формасын ұстайтын болады. Бұл крем өзі мороженое сияқты пломбирный крем, өте дәмді, керемет болып шығады. Енді бисквиттер пісті, қараңыздар, мына беті жарылған жоқ, бір тегіс болып пісті. Бірден ыстық күйінде осылай бетпен төңкеріп аламыз. Енді мен сіздерге осындай керемет затпен бөлісемін. Мынау қосып өшіруге болады. Бұл арнайы сән салонында жұмыс істейтін
қыздардың қолданатын заты, яғни воскоплавитель деп аталынады. Бағасы қолжетімді, сондай косметика дүкендерінде сатылады. Бұны мен шоколад еріту үшін пайдаланамын. Яғни шоколадыңызды микроволновканың қасында қайта-қайта импульспен өшіріп қосып тұрғаннан гөрі осыған салып қойсаңыздар, шоколадыңызды бір қалыпты етіп жабыстырмайды да, күйдірмейді де, әдемі етіп дайындап береді. Бұл арнайы жарнама емес, тек сіздерге лайфхак болу үшін айтып жатырмын. Енді 2 бисквитті 6-ға бөліп алдым. Бисквит толық суығаннан кейін барып, тоңазытқышта тұрған кремімізді жағатын боламыз. Кремді кішкене құйып алғаннан кейін, оған үгітілген Орео печеньемізді салып, Ореоның ортасындағы кремінде осы торттың арасына қосып жіберетін боламыз. Қараңыздар, Ореоның ортасындағы печеньенің кремі және мынау печеньенің өзі осылай кішкене ірілеу етіп үгітілген. Бұл торт Орео деп аталынғандықтан міндетті түрде Орео печеньесін қосамыз. Сол кезде тортымыздың дәмі печеньемен үйлесіп керемет дәм береді. Және бұл бисквитті ешқандай да пропитка жасаудың қажеті жоқ. Бұның өзінің құрамында сұйық майы болғандықтан өзі влажный, кішкене сулы бисквит болады. Әрі кремде сұйықтау болғандықтан бисквит онсыз да жұмсақ болып шығады. Енді 2 сағатқа морозильникке қойып қоямыз. Бұл торт мастикамен қапталынатын болғандықтан, мастиканың астына міндетті түрде осындай ганаш жасап шығамыз. Бөлме температурасындағы 82% сапасы жоғары сары майды алып, соны әбден 2 есе болып ұлғайғанға дейін миксерлеп аламыз. Яғни майды әбден араластыра берген сайын, ол өзінің көлемін кішкене ұлғайтып, түсі кішкене ағара бастайды. Сол кезде ерітілген шоколадты майға шетінен қоса отырып, ары қарай араластырамыз. Және де бір ескерту, шоколадымызда майдың температурасымен бірдей болу керек. Егер шоколадты ыстықтай қосатын болсаңыздар, май еріп ганаш дұрыс шықпайды. Егер де шоколад тым мұздай холодильниктен алып қосылатын болса, онда майдың жарты бөлігін қатырып жібереді дағыны. Ол кезде де ганашымыз дұрыс шықпай қалады. Ганашты араластырып жатқан кезде ол ыдысымыздың жан жағына осылай жиналып қалады. Сол себептен ортасына қайтадан бір жинап жіберіп, қайттан бір келкі етіп миксерлеп аламыз. Ганаш дайын болды. Міне енді 2 сағаттай морозильникте тұрған тортты шығарып, осы салқын тортымызға ганаш жағамыз. Бұл торттың астындағы подложкаға да өте қатты мән беру керек. Подложка егерде қалың, қатты әрі майыспайтын болса, ганашқа ешқандай трещина бермейді. Ганашты мен жұқа етіп бір қабатқа ғана жағамын. Егерде сіз тортты мастикамен емес, тек қана осы ганаш күйінде қалдырамын десеңіздер, онда мынау бірінші жаққаны черновой вариант деп аталынады. Бір жақ болғаннан кейін кішкене тоңазытқышқа бір қойып қатырып аламыз дағыны, сосын ары қарай тағы да ганаш жасап, екінші бөлігін жағатын боламыз. Ең маңыздысы ганашпен жылдамырақ жұмыс жасауымыз керек. Яғни торт салқын болып тұрғандықтан ол жаққан сайын тез-тез қатып отырады. Сол үшін жылдамырақ тез-тез жағып үлгеру керек. Енді мастикаға келетін болсақ, мынау сахарный бумагаға мастиканы осылай қалыңдау етіп жабыстырып шығамыз. Мынау мастиканы мен осындай мраморный етіп жасап алдым. 3 түрлі түсте овалетте деген мастиканы көп қолданамын. Бұл тортты қаптауға және әртүрлі фигураларды, қуыршақтарды деген сияқты жасауға өте ыңғайлы мастика. Осы мраморды шығару үшін қара, ақ және қызыл мастиканы алып, үшеуін бір-біріне айналдырып орап шығамыз. Содан кейін барып жайған кезде осылай ала болып шығады. Егер де сіз бұрын мастикамен жұмыс жасап жүрмеген болсаңыз, онда бұл торттың бірінші осылай үстін жауып қаптап алып, содан кейін жан жағындағын кесіп тастап, жан-жанына бөлек етіп жайып, орап қаптаймыз. Мастикалы тортта тортыңыз әдемі көріну үшін де тортыңыз тегіс болу керек. Енді мынау клиенттің торттың ішін кескен кездегі көрінісі. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.